жетекшісі атақты Әлихан бабамыз былай деп айтқан екен: егер де халық өзінің тарихын ұмыта бастаса, егер де ел өзінің тарихын білмесе, өзінде тарихи сахнадан жоғалып кетуге дайын тұрады деп айтқан. Сол айтпақшы, біздің халық керемет өзінің тарихты қалдырып жатыр. Сол тарихты халық жазса, бірақ халықтың басында осында біртуар, мықты, Амангелді бабам сияқты батыр тұлғалар сол халықты басқарып тарихта жасады деп айтуға болады. Келесі слайд. Мына Амангелді Махмұтұлы біздің алдымызда сөйлеген азаматтар біраз нәрселерін айтты. Біз бір-бірімізді қайталамай, уақытты үнемдеп сол ақпаратты жеткізуге, керек ақпаратты жеткізуге тырысамыз. Ең бірінші сұрақтар: неге Амангелді батыр? Неге Қазақстанның басқа 5 облысында халық көтеріліп, сол Ресей империясының жарғысына қарсы болды деген? Әрине, себептер өте көп. Ең бірінші дүниежүзілік соғыстың кезінде қазақтың жағдайы өте ауыр болды, мүшкіл болды, нашарлап кетті деп айтуға болады. Мысалы, соғыс басталғасын қазақтарды қыса бастады, салық көбейтті. Ең бірінші соғыс жүріп жатыр, қара шекпендер Қазақстанның жеріне келе берді. Жай бос жер берілмей, қазақтың ата-бабасынан қалған жерлерді тартып алып отырды. Мысалы, 1917 жылға дейін Ресей империясы қазақтардан ең шұрайлы 45 миллион десятина жерді тартып алған. Әрине, Ресей империясы Европа жағынан келгесін, олар жер шаруашылығымен араласқасын, шөл далаға бармайды, ең шұрайлы, ең жақсы өсетін торғайдың жері сияқты керемет жерлерді тартып алады да, сол жерге 20 миллиондай қара шекпендерді орналастырады. Қазір өздеріңіз білесіз, Петропавлда Қызылжарда не болып жатқан? Солардың ата-бабалары қай кезде келіп, қай жағдайда, бейшара жағдайда болып қазақтың жерін тартып алып, сол жерде қоныстанып, енді ойран батқасын шығарып, Петропавлда бір ойын ойнатқысы келеді. Көрдіңіздер ме? Сонда қазақтың табиғи ата-бабаларының 45 миллион десятинасын 17 жылға тартып алады. 2 миллион жер қара шекпендерді алып келеді да, біздің жерлеп шыға келеді. Көрдіңіздер ме? Ол Амангелдінің да басқа батырлардың намысына тиеді. Сол соғыс кезінде салықтар да көбейеді. Салықтың көлемі 4 еседей көбейеді. Мысалы, көп салықтардың бірі әскери салық дейді. Орысшылап айтқанда, Путиннің тілімен айтқанда, военный налог. Военный налогты қазақтарға енгізеді да, баяғы салықтың 4 рубльдің үстіне 1 рубль 84 копейка қазақтың мойнына іліп қояды. Әрине, кедейленіп кеткен, мал азайған, жерінен айырып қалған, өзінен айырылған қазақтарға әрине қиын тиді. Сол соғыс жүріп жатқан кезде, Торғай облысының управление архив мұрағаттарын қарасам, сол 12-ші, 13-ші, 14-ші, 15-ші, 16-ші жылдары Торғай жақта, Торғай облысы жақта баяғы қазақтың байырғы жер суаттарын орысшаға аударып жатты. Көрдіңіздер ме? Соғыс жүріп жатыр, қазақтың жағдайы нашарлап жатыр. Оған қарамай, жергілікті орыс переселендері қазақтың ежелгі байырғы жер суаттарын орысшалап жатыр. Сондай процестерде жүреді. Одан басқа, мысалы, мынандай бір жағдайлар алған. Мысалы, орыс переселендер көшіп келгенде мал жоғалса, ешқандай тергеу жүрмейді да, маңайдағы қазақтардың малын тартып алады. Оны Ивановқа, Петров алып кетті ме, қазақ алып орыс болды ма, онда мәселе жоқ. Орыстың малы жоғалды ма, барады көрші қазақтың ауылынан барып малын тартып алып кетті. Сондай зорлық, зомбылықтар көп болған. Ал мына ислам дініне де өте сол ауыр жағдай туды, ауыр жағдай пайда болды. Мысалы, мешіт, медресе, мектеп ашам десеңіздер, уезд бастығына барып рұқсат алу керек екен. Егерде уезд бастығы
әрине уезд бастықтары ол кезде бүкіл көшпегендердің қатарынан болды, бұрынғы офицерлердің болды. Сол рұқсат бермесе, не медресеңізді, не мешітіңізді, не мектебіңізді аша алмайсыз. Әрине, осы да Амангелдіге де, батырларға да, басқа батырларға да намысына тиді. Тіпті ежелден ақын қазақтың билер соты кішкене ұсақтап кеткен. Мысалы, ірі үлкен істерді оларға бермей, жеңіл-желпі 50 рубльден аспайтын, 25 рубльден аспайтын істерді ғана билер соты шеше бастады. Қалғанын Ресейдің империялық соттары өзінің қарамағына алып қойған. Әрине, ол да қазақтың намысына тие бастады. Ал енді сол кезде 20-шы ғасырдың басында қазақ пен орыстың арасында ең бірінші жер үшін шайқастар көбейді. Себебі қазақтың шұрайлы жерін тартып алады да, өздерін 100 шақырым, 200 шақырым жерге ата болысынан айдатып жүрген кезде Ресей империясы, жергілікті билік, облыс басшылығы орыстардан құралған, уезд басшылары әрине қарашек пен крестьян жағына ашық шығып кеткен болса Амангелді батырлар өздері көріп отырды. Одан кейін қазақтар мысалы 100 шақырым, 200 шақырым жерге көшіп кетсе, көшіп келген жаңағына село деревняларын құрған орыстың крестьяндары қазақтың зираттарын қирата бастады. Олардың саймандарын бұзып, айшықтарын алып, өздеріне жарата бастады. Қазақтар әрине ондайға шыдай алмай, ызасы келіп отыр. Келесі слайд. Ал енді әр осындай көтерілістің, әр уақиғаның өзінің бір себептері болады. Соның бір басты түрткісі 25 маусымда 1916 жылы Ресей империясының указы шықты. Осы қазақтың басқа бұрынғы тұратын кең сахарадан сол майданның маңайына қара жұмысқа салу деген сондай указ шығады. Сонда қарасаңыздар, мынандай орыстың бір жаман сөзі бар. Біз өзі сол Ресей жақта, оқып сол жақта келген азаматпыз, ол жақта. Сонда реквизиция деген сөз. Реквизиция көбінесе малға пайдаланды. Сонда қазақты Ресей империясы жергілікті орталық билік мал шығарған, мал деп есептеген. Сондықтан реквизиция дегенде сөз қазақтардың намысына тиеді. Оның үстіне атқа қондырмай, қазақтың жауынгер халығын қалай екенін біліп тұрып, оларды атсыз, жыртқысыз жаяу түсіріп, қара жұмысқа салғанда әрине қазақтың намысына тиді. Қазаққа сенімсіз танытты. Қазақты атқа қондырмай, орысшылап айтқанда конный әскерлерді құрмай, қара жұмысқа жаяу қазақты салғанда намысына тиді. Келесі слайд. Ал қай жастан осы неге майдан жаққа алды деген сұраққа міне алдарыңызда тұр. 19 бен 43 жастан алды. Міне жаңа ғана осындай ел үшін, халық үшін, жер үшін жұмыс жасайын деген ең мықты жігіттерді сол жаққа әкете бастады. Келесі слайд. Қай өңірлерден, қай региондардан Ресей империясының осындай соғыстың маңына тартты қара жұмысты. Әрине, қазақтардан басқа орыс емес халықтарын тартты. Оның ішінде Астрахан губерниясы бар, Приморский, Амурский, Камчатский, Сахалинский о жақтан аз халықтарды алмай, мына Якут облысынан якуттарды сол соғысқа маңайына алды. Сосын Енисей губерниясын алды, Тобольск губерниясын, Березов, Сургут уездерін алды. Ал енді Орта Азия Қазақстаннан келсек, мына цифрдан қарасаңыздар, көресіздер, Сырдария облысы, Ферғана облысы, Самарқан, Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай және Закаспий облысы. Осы бүкіл облыстарда қазақтар тұрды. Ең көбі 6 облыс: Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу және Сырдария облысынан 400 мыңдай қазақ және қазаққа туыстас түркі мұсылман халықтардан осы қара жұмысқа салмақшы болды. Одан басқа Кубан, Терск облыстарынан және Закавказьяның орыс емес, бұрынғы халықтарды осы маңайға жіберген. Келесі
ысылайды.